саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тіл сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Бүгінгі сабақта негізгі туынды етістіктерді ажыратуды үйренесіңдер. Енді оқушылар, өткен сабағымызда дара күрделі етістік дегеніміз не еді? Есімізге түсірейік, мысалдар келтіріңдер. Қандай етістіктерді дара етістік, қандай етістікті күрделі етістік деп атаймыз? Ережені білмейтіндерін естеріңе мұқият сақтап алыңдар. Дара етістік дегеніміз бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, барды, келді, кетті. Күрделі етістік дегеніміз екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Мысалы, алып барды, ойнап жүр, кетіп қалды. Жақсы оқушылар, бүгін біздер негізгі және туынды етістіктермен танысатын боламыз. Түбір сөзден болған етістікті негізгі етістік деп аталады. Мысалы, айт, жаз, кет, түс. Енді түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік деп аталады. Мысалы, ойла, жеткіз. Енді оқушылар, мына сөйлемнен негізгі етістігі бар сөйлемді табайық. Әсет, бізге кел. Ал келесі сөйлемдердегі қолда, көмектес дегеннің түбірі көмек, қол. Яғни бұлды оған қол, көмек дегендер қандай сөз табеді? Зат есім. Яғни зат есімге жұрнақ жалғану арқылы етістік жасалынып тұр. Мұндай етістіктерді біздер туынды етістік дейміз. Ал бұл сөйлемдегі тек негізгі етістігі бар сөйлем әсет, бізге кел. Кел сөзі. Тексерейік. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар. Енді келесі негізгі етістіктерді бірінші қорапқа, туынды етістіктерді екінші қорапқа жинаңдар. Ойланып, дәптерлеріңе жаза қойыңдар. Бұл жердегі келді біз негізгі етістіктің қорабына салдыңдар деп ойлаймын. Және де бас, келді. Бұларды негізгі етістік дейміз, яғни түбірден болған етістікті біздер негізгі етістік дейміз. Бұларда ешқандай да жұрнақ жалғанбаған. Келесі туынды етістік қорапшасына біздер жолда, сыйла, дағдылан деген етістіктер саламыз. Бұлардың түбірлері жол, сый және дағды. Яғни осыларға жұрнақ жалғану арқылы бұлар жол, сый, дағды дегеніміз қай сөз табеді? Зат есім. Зат есімге, яғни жұрнақ жалғану арқылы етістікке айналды. Бұларды біз туынды етістіктер дейміз. Енді оқушылар, оқулығымыздағы 13-ші жаттығуға 48-ші беттегі мұқият қарайық. Осы жерлерде сөздер берілген. Барды, көрді, айтты, оқыды деп. Және көздеді, ойлады, тістеді, биледі. Осы сөздерді біздер сөз құрамына талдауымыз қажет. Қай бағандағы етістіктердің түбірі зат есім дейді. Мен сендерге екі сөзді ғана алдым, екі қатардан, бір сөзден барды және ойлады. Осыны сөз құрамына талдап көрейік. Барды. Түбірі бұның. Барды бірінші. Ол қай етістік екен? Ажыратпастан бұрын біздер оның түбірін тауып. Түбірі бар. Бұл құрамына қарай дара етістік, тұлғасына қарай негізгі етістік. Себебі оған жалғанып тұрған д деген бұл ертең алдағы уақыттарда сабақтарда өтеміз. Бұл жіктік жалғауының үшінші жағы болады. Яғни бұл жалғау. Яғни түбір сөзге жалғау жалғанса, сонда бұл қандай етістік болады екен? Негізгі етістік дейді екенбіз. Ал келесі сөзді талдап көрейік. Ойлады. Түбірі ой, жекеше, яғни ол құрамына қарай жекеше, тұлғасына қарай негізгі, жалпылай немесе жекелей аталуына қарай жалпы зат есім. Енді осыған ла деген жұрнақ жалғанып еді, бұл ой сөзіне ла деген жұрнақ жалғанып еді, бұл қай сөз табына айналды? Етістік. Сонда бұл ла деген зат есімнен етістік тудыратын жұрнақ екен. Бұл жұрнақ. Яғни түбір сөзге жұрнақ жалғанса, біз оны қандай етістік дейміз? Туынды етістік дейміз. Ойлады деген сөз сонда туынды етістік.
д деген жалғау. Жақсы оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды.